Қайырлы таң қазақ елі. Ассалаумағалейкум. Кешегі бизнестің тақырыбын жалғастыратын болсақ, неліктен қарапайым дәстүрлі бизнес, яғни кафе, ресторан, дүкен, мейлі киім сататын дүкен, неліктен қазір олардың бизнесі жүрмейді. Қазір байқағанымыздай бүкіл әлемде, Қазақстанда ғана емес, барлық жерде қазір олардың онлайн орнын онлайн дүкендер басып алды, яғни Каспи магазин, Wildberries, Temu, Alibaba деген сияқты. Сондықтан сіз олардың жанында конкурент бола алмайсыз. Неге? Олар арендаға төлемейді, олар сатушыға төлемейді. Оларда тек қана сайт бар, интернетпен сата береді, күні түні сата береді. Яғни оның мұхиттың ар жағында да заказ береді. Қазақстан Атырауында, Шымкентінде кез келген жерде заказ береді, күні түні бойы 24 сағат бойы оның саудасы жүреді. Сіздікі болса қарапайым бизнес, ол таңғы 8-ден кешкі 11-ге дейін. Енді екісімен болса, онда сіз екі есе шығындаласыз, өйткені сатушыға екінші сатушы жалдауға тура келеді, дұрыс па? Сондықтан қарапайым бизнеске қазір ақша салып асықпаңыздар. Менің клиенттерім қазір зар жылап, сөйтіп кредиттерін қалай жабарын білмей жатыр. Сол үшін сіздерге енді мынау ақыл айтқаным емес, асықпаңыздар, былайша айтқанда. Бұл тенденция ары қарай жалғаса береді. Енді келесі видеода қандай бизнес түрін ашуды мен сіздерге нақты айтайын. Сіздер маған лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар. Келесіде осындай жақсы видеоларды маған түсіруге шабыт береді. Бөлісіңіздер, коммент жазыңыздар, және де маған жекеме хабарласыңыздар, егер де командама қосылғыларыңыз келсе. Жақсы, сау саламат.